Сәлеметсіздер ме, құрметті қазылар алқасы мен қатысушылар. Менің атым Асқар Расул Нұрғисалы. Мен номер 7 жалпы білім беретін мектептің 8 сынып оқушымын. Менің жобамның тақырыбы ақылды шатыр және қорғаныс жүйесі. Біздің мақсат ақылды шатыр мен заманауи қорғаныс жүйесін жобалау арқылы қауіпсіздікті арттыру, табиғи жағдайларға автоматты түрде бейімделетін және адам өмірін жеңілдететін технологиялық шешім ұсыну. Міндеті: ақылды шатыр және қорғаныс жүйесі туралы ақпарат жинау, оның жұмыс істеу принцибін зерттеу, қауіпсіздік жүйелерінің түрлерін талдау. Жұмыс барысы. Бұл жобаны таңдаудағы себеп күнделікті өмірде кездесетін мәселе. Үйде киімдерді сыртқа жайып қоямыз, бірақ кейде кенеттен жаңбыр жауып, киімдер су болып қалады. Сонымен қатар, кей жағдайда далада жайылып жүрген сиыр, ешкі, бақшадағы көкөністі бүлдіруі мүмкін. Бұл мәселені шешу үшін мен ақылды шатыр және қорғаныс жүйесін жасауды ұйғардым. Бұл жоба Arduino бағдарламасы арқылы жасалған. Оның басты ерекшелігі автоматты түрде жұмыс істеуі. Жоба барысында мен жаңбыр датчигін, ультрадыбыс сенсорын, сервомоторды базерді қолдандым. Жұмыс нәтижесінде біз кірдің шатырдың астына кіріп жаңбырдан қорғалғанын байқаймыз. Және де ауылдық жер болған соң шаруа ашылғанда адам көрмеген кезде сиырлар кетеді. Сол кезде біздің егіндеріміз қараусыз қалады. Сол кезде міне біздің бұл жерде ультрадыбыс сенсорымыз бізге көмектеседі. Міне осылайша көмектеседі. Қорытындылай келе, бұл жоба барысында ақылды шатыр және қорғаныс жүйесінің маңызы мен жұмыс істеу принцибі зерттелді. Ақылды технологияларды қолдану арқылы қауіпсіздікті арттыруға және өмір сүруді жеңілдетуге болатыны анықталды. Жоба нәтижесінде мұндай жүйелердің болашақта кеңінен қолданылатыны және олардың тиімді жоғары екені дәлелденді. Назарларыңызға рахмет.